Қазақстанда кәсіпорындардың көпшілігі бастаған жұмысын аяқтауға мүмкіншілігі келмей тоқтап тұр. Бұл туралы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері мәлімдеді. Парламент мәжілісі әлеуметтік мәдени даму комитетінің отырысына қатысқан кәсіпкерлердің айтуынша, монополистер шағын бизнестің дамуына жол бермей аяқтарына тұсау болуда. Елімізде кәсіпкерлікті өркендетудің басты кедергілерін бірлесе талқылаған отырыста өңір кәсіпкерлері онлайн желісі арқылы пікір қосты. Кәсіпкерлер мен депутаттардың пайымдауынша, бұл саладағы басты түйткіл бизнес пен биліктің өзара байланысының жоқтығында. Бар мәселе жергілікті атқарушы биліктің деңгейінен аса алмауда. Мәселен, кәсіпкерлердің басым көпшілігі сауда саласында десек, еліміздің миллионға жуық тұрғыны нәпақасын базар жағалап тауып жүр деген сөз. Сауда кәсіпорындары қауымдастығының төрайымы Жібек Әжібаеваның айтуынша, оларға еңбек етуге қолайлы жағдай жасау өзекті мәселелердің бірі болып тұр. Әсіресе сауда нүктелерін заман талабына сай жаңалау, ұлттық сауда желісін құру мәселелері де шағын және орта бизнеске жаңа дем берері сөзсіз. Мемлекеттен көмек сұрамай өз мәселесін өздері шешіп жүрген кәсіпкерлерді біздің заң қолдап, билік өкілдері көпшілікке үлгі тұтулары қажет. Өкінішке қарай кей өңірлерде бұл мәселеге мән берілмей келеді. Сондықтан үкіметке әр министрліктің құзыретін нақты анықтап беру туралы ұсыныс жасау қажет.